Ғаламдық жаңа тапсырма. Жердегі 7 құпия құлып. Ғаламдағы ұлы жоспар іске қосылды. Жер планетасының даму кілттері жасырылған бұл 7 ғаламдық құлып. Әр құлып адамзат санасының белгілі бір деңгейін, өркениеттің рухани когнитивтік жетістігін бейнелейді. Олар бірден ашылмайды, тек адамзаттың ішкі серпіні мен рухани дамуы арқылы ғана біртіндеп іске қосылады. Құлыптардың құпиясы мен миссиялық рухтар. Бұл құлыптар жай ғана символ емес. Әрбірі өз ішінде көне өркениеттің жоғалған технологияларын, ғылымдық үйлесім кодтарын және адамзатқа беймәлім ғаламаралық білімді сақтап отыр. Сол құлыптарды ашу миссиялық рухтарға тапсырылған. Олар ерекше тылсыммен толған, ішкі сезіммен өмір сүретін, жер мен су мен аспан мен үндесе білетін таңдаулы жандар. Олар сіздер. Бұл құлыптар қазақ жерінде. Ғаламда кездейсоқтық жоқ. Жердің энергетикалық орталығы ретінде танылған қазақ жері бұл жоспардың жүрегі. Оның көне топырағында, қасиетті жаратылысында, шексіз даласында 5 ғаламдық құлып жасырылған. Бұлар ұлы сақ өркениеттерінің рухани кодтарымен, құдайлық даналық пен киелі сулар мен таулардың тылсым өркениеттерімен шегеленген. Бұл құлыптар тек сана тазалығы, шынайы рухани серпіліс арқылы ғана ашылады. Құлып шетелдерде, бірақ олар да қазақ жермен терең энергетикалық байланыста. Олар адамзаттың ортақ жадында жатқан жоғалған өркениеттердің жалғасы. Бұл құлыптардың бірі жерорта теңізінің қойнауында, екіншісі Атлант мұхитының терең түбінде орналасқан. Құлыптардың ашылуы жаңа даму деңгейінің басы. Құлыптардың ашылуы жай бір тарихи сәт емес, бұл жаңа энергия легінің келуі. Адамзаттың рухани өрлеуі, жердің жаңа тіршілік кезеңіне енуі. Құлып ашылған сайын адамзаттың ішкі коды жаңарып, жоғары сана формасына қадам басады. Бұл жаңа кезеңде елдер гүлденеді, шекаралар энергетикалық тұрғыда жойылады, ал рухтар өз миссиясын толық іске асырады. Сен де сол миссия иелерінің бірісің. Сен оны сезесің бе? Рухың сенімен бірге. Тек тыңдай білсең болғаны.